Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен красный бархат тортының рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен ыдысымызға сары майды саламыз. Үстіне қант қосып жақсылап араластырамыз. Араластырғаннан кейін бір-бірлеп жұмыртқамызды қосып миксерлейміз. Күнбағыс майды қосып тағы да миксерлейміз. Бұл бізде жұмыртқалы массамыз. Жұмыртқалы массамыз дайын. Енді құрғақ массамызды дайындаймыз. Бөлек ыдысымызға ұн салып, какаоны қосамыз. Сода және қопсытқыш қосып жақсылап венчикпен араластырып қоямыз. Барлығын електен өткізіп аламыз. Енді біз бояғышымызды дайындаймыз. Бояғышымызды дайындау үшін бізге кефир керек. Кефирімізге қызыл бояғышты қосамыз. Менде гелевый бояғыш, гелевый болған дұрыс, құрғақ болған бармайды. Салған соң осылай араластырамыз. Ал енді тортымыздың қамырын жасайық. Жұмыртқалы массамызға құрғақ массамызды, бояғышты 2-3 бөліп қосып араластырамыз. Видеодағыдай. Қамырымыз дайын болды. Әр коржды жеке-жеке пісіріп аламыз. Алдымен пергамент қағазын түзу шеңбер шығу үшін кольцомен қысып дайындап аламыз. Бізде осындай шеңбер пайда болды. Осы қамырдан бізде 5 корж шығады. Енді 6-7 қасық мөлшерінде қамыр құйып, тегістеп, пеште 15 минуттай пісіріп аламыз. Корждарымыз дайын болғанға дейін кремін дайындаймыз. Алдымен сливкемізді құйып шайқаймыз. Сәл қоюланғанда үстіне қант ұнтағын салып тағы миксерлейміз. Содан соң творожный сыр салып жақсылап араластырамыз. Креміміз дайын болды. Енді тортымызды жинаймыз. Алғашқы коржымызды саламыз. Үстіне кремді жағамыз. Кремді аямай көбірек салсаңыз, тортымыз өте дәмді болып шығады. Красный бархат аса қиын торт емес, кез келген қыз келіншектің қолынан келеді. Тегістеп әдемілеп жинадық. Енді шетіне блендермен ұсақталған корждың қамырын қолымызбен тегістеп шығамыз. Жабыстырамыз. Бетін өз қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. Мен осылай сәндеп шықтым. Міндетті түрде ол тоңазытқышта 3-4 сағат тұруы керек. Жұмсақ әрі дәмді болып шықты. Жасап көруге кеңес беремін. Ұнаса лайк басып, каналыма жазылуды ұмытпаңыз.